Армысыздар, пайдалы ақпарат қызығы арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз тез қартайтатын тағамдар. Испаниялық Наварра университетінің зерттеушілер тобы өте өңделген тағамдардың адам жасушаларының қартаюын тездететінін анықтады. Нан, тоқаш өнімдері мен қытырлақ нандар, газдалған сусындар, түрлі десерттер, қант қосылған жүгері қауырсындары, қайта өңделген ет өнімдері мен жартылай фабрикаттар қатты өңделген тағам түрлері болып саналады. Олардың құрамында өте көп консерванттар мен бояғыштар, қант, май және тұз болады. Сондай-ақ құрамында дәрумендер өте аз. Аталған тағамдар ағзадағы теломерлердің азаю процесін жеделдетеді. Зерттеушілер тобы 57-ден 91 жасқа дейінгі 886 адамның қатысуымен эксперимент жүргізді. Жұмыс нәтижелері бойынша күніне 3 реттен артық ультра өңделген тағамдарды тұтынатын адамдарда теломерлердің қысқаруы 2 есе көп жүретіні анықталды. Адамның денсаулығына зиян келтіріп тез қартайтатын тағамдар тізімі: қант. Ағзадағы қант мөлшерінің көптігі химиялық реакцияны топтастырады. Стресс төзімділікті азайтады. Қартаю үдерісін ұлғайтады. Егер сізді үнемі тәттіге тартып тұратын болса, хром, марганец, магний бар тағамдар, дақылдар, асқабақ жеңіз. Ағзадағы бір минералдың жетіспеуінің өзінен сіздің тәттіге құмарлығыңыз артады. Қант орнына одан да тәттірек, зияны жоқ нәрсені қолданған жөн. Кофе. Тез сергітетін хош иісті сусын. Кофе зиянды тағамдар қатарында. Ол терінің құрғауына алып келіп, әжімнің ерте шығуына себепкер. Егер одан бас тарта алмасаңыз, мөлшерін азайтуға тырысыңыз. Ағзаңыздағы баланс қалпын бұзып алмау үшін кофені әр ішкеннен кейін 3 стакан су ішіп отырған дұрыс. Спиртті ішімдіктер. Ең зиян асықтың алдыңғы қатарында алкоголь тұр. Әжім, терінің құрғауы, бет терісінің қараюы, бәрі ішімдікке деген құмарлықтың кесірінен. Ағза алкогольді у ретінде қабылдайды және одан тез құтылуға тырысады. Спиртті ішімдіктер денсаулыққа кері әсер бергенмен қоймай, С, Е сынды теріні сақтап тұратын дәрумендерді жояды. Тұз. Ағзаға тұз керек, алайда күніне 1,5 граммнан көп пайдаланбаған дұрыс. Тұзды мөлшерден тыс пайдалану судың ағзада қорытылуына кері әсерін береді. Сондықтан да көздің асты ісініп, қапшық тәрізді болып қалады. Оның орнына басқа дәмдеуіштерді пайдаланып, салатты лимон сығындысымен де әзірлеуге болады. Грильде әзірленген тағам. Лондон ғалымдарының айтуынша, гриль тағам терінің тез қартаюына алып келеді. Грильде дайындаған тағамда зиянды молекулалар пайда болады. Оның зияны дәл қуырылып жатқандағыдай болады екен. Сондықтан егер организмге зиян болмасын десеңіз, рационда бұқтырылған, қайнатылған тағамдар болғаны дұрыс. Олардың денсаулыққа пайдасы мол.